Алланы зікір етудің пайдасы, кеңінен рухани пайдасы, жүрекке тыныштық береді. Уайым, қорқыныш, күйзеліс азаяды. Иманды күшейтеді, жүрек тірі болады, жанға шипа, рухани дерттердің емі сабыр береді, қиындыққа төзу жеңілдейді, шүкіршілік сезімін арттырады, Аллаға жақындатады, жүректі қаттылықтан сақтайды, ниет тазаланады, ақыреттік пайдасы, күнәлар кешіріледі, сауап еселенеді, жәннатқа себеп болады, қияметте таразы ауырлайды, періште зікір етушіге дұға қылады, Алланың разылығы түседі, қабірде нұр болады, дүниелік пайдасы, ризыққа береке кіреді, үйге тыныштық орнайды, істер оңайланады, жүрекке сенімділік береді, шайтаннан қорған болады, отбасыға мейірім кіреді, тіл жаман сөзден тазарады. Пайғамбарымыз Алланың игілігімен сәлемі болсын айтқан, тілің Алланы зікір етумен дымқыл болсын. Күнделікті оңай зікірлер таңертең, кешке. Астагфируллах 100 рет, кез келген уақытта. Субханаллах, әлхамдулиллах, Аллаху әкбар, жүрек қиналғанда. Ла илаха илля әнтә, субханака, инни кунту миназ залимин, үй халдында. 33 субханаллах, 33 әлхамдулиллах, 34 Аллаху әкбар.